Балалар, 112-ші беттегі бірінші тапсырмаға назар аударайық. Зерттеу жүргіз. Болашақтың мектебінде оқу қызықты. Ол мектепте не болуы қажет екендігі туралы сыныптастарыңның арасында сауалнама жүргіз. Алынған мәліметтер бойынша диаграмма немесе кесте құр дейді. Балалар, болашақ мектебі дегеніміз, яғни болашақта болатын заттарды зерттеу туралы әртүрлі тақырыпта сауалнамалар алады. Енді сол болашақтың мектебінде не болуы қажет екендігі туралы сыныптастарымыздан сауалнама аламыз. Одан кейін алынған мәліметтер бойынша диаграмма немесе кесте құру қажет. Мен өзімнің сыныбымдағы балақайлардан сауалнама алып көрдім. Олар болашақта электронды кітаптар, электронды шкафтар және бассейн болады деген жауаптар айтты. Олардың жауабын мен қазір сендерге диаграмма арқылы көрсететін боламын. Диаграммада бірінші балалар, бір жағына оқушылардың санын жазамыз. Келесі бөлігіне болашақта не болуы мүмкін, яғни болуы керек заттарды жазамын. Мінекей. Балақайлардың саны мұнда. 10-нан басталайын. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Мінекей, 40 оқушыға дейін барады деп есептеймін. Ал енді мұнда жазайын оқушылардың саны. Оқушылардың саны. Міне жаздық. Енді келесі болашақта не болуы қажет, сол заттарды жазамын. Бірінші электронды кітаптар. Электронды кітаптар. Одан кейін бассейн болады деді. Мінекей, бассейн болады. Және де электронды шкафтар. Мінекей, электронды шкафтар. Балалардың нұсқасын жаздық. Ал енді осыны диаграмма бойынша көрсетемін. Мысал ретінде электронды кітаптар болады деген оқушылардың саны менде 15 болды. Міне. Ал бассейн болады деген балалардың саны 30-ға жетті. Келесі электронды шкафтар болады деген балақайлардың саны менде 20 болды балалар. Мінекей, дәл осылай көрсетіп қоямыз. Көрсетілген диаграммамызды енді балалар түрлі түспен бағандарымызды бояп қояйын. Мінекей, электронды кітаптар. Одан кейін келесі бассейн болады деген балақайлардың саны 30 болды. Сендерде түрлі түсті қарандаш алып балалар, ішін толық боясаңдар болады. Мінекей, бассейн болады деді, және де балалар электронды шкафтар болады дедік. Нақты неше бала екендігін сандарына қарай біле аламыз. Оларды ерекшелеп көрсетейін. Электронды шкафтар болады деген балалардың саны 20, электронды кітаптар болады деген балақайлар 15 болды, және бассейн болады деген балақайлардың саны 30-ға жетті. Мінекей балалар, диаграмма құрып барлығын көрсетіп қойдық. Осымен 112-ші беттегі бірінші тапсырма аяқталды. Жарайсыңдар балалар.